Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Мақпал Бауыржанқызы. Бүгін сіздерге сливкимен жасалатын крем-чиздің қазақша рецебін ұсынамын. Бұл кремді кез келген торттар мен десерттердің ішіне жағуға, сондай-ақ капкейктерді әрлеуге және де торттың сыртын қаптауға қолдануға болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен миксердің таза ыдысына творожный сырымызды саламыз. Творожный сыр 60%-дан жоғары болу керек. Мен үнемі осы Калих фирмасының творожный сырын қолданамын. Творожный сырға қант ұнтағын қосып, миксермен 1 минуттай араластырамыз. Бастапқыда орташа жылдамдықта, кейін жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Лопатканың көмегімен миксердің жан-жағындағы творожный сырларымызды жинастырып аламыз. Енді үстіне салқын сливкемізді құямыз. Сливки міндетті түрде 33-35%-дан жоғары табиғи сливки болуы керек. Кремді бастапқыда орташа жылдамдықта, кейін жылдамдығын көтере отырып 3-5 минут аралығында миксерлейміз. Креміміз өз формасын жақсы ұстайтындай болу керек. Насадкадағы барлық кремдерді түсіріп аламыз және ең соңында лопатканың көмегімен кремімізді тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай да ауа қалмауы керек. Осымен крем-чизіміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.